Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дина. Бүгін ауызашарға осындай керемет дәмді нәрсе көрсететін боламын. Ол үшін бізге қамыр мен тәрелкеміз қажет болады. Менің тәрелкем диаметрі 28 см. Енді осылай кесіп алғаннан кейін керек емес қамырларымызды төртбұрышты немесе басқа да формаларға кесіп аламыз. Енді оны қызып тұрған табамызға қуыратын боламыз. Және де осы домалақ формамызды жаңағы ожаулардың, сүзгіштердің көмегімен өздеріңізде қандай соған ыңғайлы қойып, осылай шешетін жағынан және қуырып алатын боламыз. Одан кейін қиярларымызды жіңішке ұзынша турап аламыз. Қызыл бұрыш немесе сары бұрыш, өздеріңізде қандай бұрыш бар, соны ұзынша осылай турап аламыз. Сәбізді терканың көмегімен осылай ұзын-ұзынша турап, сарымсағымызды майдалап турап алатын боламыз. Одан кейін жаңағы тауық етін ұзынша турап дайындап қойдым. Соны қызып тұрған табамызға қуырып алатын боламыз. Одан кейін жаңағы приправаларымызды қоссаңыз болады. Кез келген өзіңізге ұнайтын және копченая паприка немесе кәдімгі паприка қоссаңыздар болады. Одан кейін жаңағы турап қойған сәбізіміз бен сарымсағымызды 1-2 минут қана қуырамыз. Одан кейін кинзамызды майдалап тураймыз. Қызанақтарымызды тураймыз. Егерде черри қызанақ болатын болса, тіптен жақсы болады. Одан кейін жаңағы қуырылған сәбізімізді, кинзам мен қызанағымызды бәрін қосып араластырамыз. Енді оған қара бұрыш, кориандр, тұз және соевый соусымызды қосатын боламыз. Ингредиенттерін видеоның астына жазып қоятын боламын. Жаңағы пісірген нанымызға осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егерде нан ұнамайды десеңіздер, кәдімгі лавашты формасымен кесіп қуырсаңыздар тіптен жақсы болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоларым ұнап жатса, маған жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.